Қайырлы күн достар, заттардың формулалары және химия реакция теңдеулері бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын қарастырамыз. Бірінші тапсырма. Химиялық элементтер жалпы молекуланың белгілі бір бөлігін құрайды. Фосфор 5 оксиді құрамындағы оттегінің массалық үлесі есептейтін болсақ, не жауабы шығады екен? 56-ға тең. В тапсырмасында натрий оттек сутектен құралатын қосылыстың формуласын табатын болсақ, натрий OH шығады екен. Келесі тапсырма. Химия реакция теңдеулері реагенттердің өнімге айналуын сипаттайды. Нүктенің орнына қажетті элементтерді жазу керек. С. Екінші реакцияда H2O. Үшінші реакцияда кальций О. Төртінші реакцияда O2. Төменде берілген суретте реакцияның жүру барысы көрсетілген. Реакция барысында зат массасының сақталу заңы сақталған ба? Сақталған, себебі реакцияға кіріскен атомдар саны реакция нәтижесінде түзілген атомдар санына тең болып тұр. Келесі тапсырма. Бастапқы заттар және өнімдер құрамы бойынша химия реакция теңдеуін зерттеңіз. Қосылу реакциясы, айырылу, орын басу және алмасу реакция типтері бар. Және мысалдар келтіретін болсақ, айырылу реакциясы және алмасу реакциясы. Келесі тапсырма. Адам өмірінде көптеген күнделікті қолданатын заттар, әрекеттер, химиялық процестерге негізделген жану және баяу тотығу процестері дейді. Жануға көмірдің жануын жазуға болады, тотығуға темірдің таттануын реакциясын жазуға болады. Енді жану және баяу тотығу процестерінің ұқсастығы екеуінде де оттегі қажет болады. Айырмашылығы жану процесінде жылу энергия жылу түрінде бөлінеді және жарық бөлінеді, ал тотығу процесінде жарық бөлінбейді. Осы тапсырмалардың барлығына дискрипция бойынша 16 балл беріледі. Сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.